Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінде 9 тамыз күні құрылысшылар күніне арналған мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Салтанатты жиында ведомствоның бірқатар қызметкеріне министрдің құрмет грамоталары мен құрметті құрылысшы, құрметті сәулетші, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының құрметті қызметкері төс белгілері табысталды. Мерекелік шараға жиналғандарды Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің аппарат басшысы Ерболат Мұқаев министрдің атынан кәсіби мейрамдармен құттықтады. Құрметті құрылыс саласының ардагерлері және қызметкерлері, сіздерді бүгінгі кәсіби төл мерекелеріңізбен министрліктің атынан шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Құрылысшылардың еңбегі бөлек, ерекше. Біздер оны әрдайым айтып та жүреміз, сіздермен мақтанып та жүреміз. Енді қазір нақты қарайтын болсақ, осы құрылыс саласындағы жалпы Қазақстанның ішкі өнімінде құрылыс саласының үлесі 4% құрап отыр. Енді 22 жылдың қорытындысымен құрылыс саласының экономикадағы өсуі 16% құрап отыр. Жалпы соңғы 10 жыл алатын болсақ, жыл сайын біздің экономикамызға 10-нан 15%-ға дейін осы құрылыс саласының үлесі. Құрылыс индустриясы ел экономикасының негізгі іргетасы. Кез келген мемлекеттің экономикалық күш қуаты мен әлеуметтік тұрақтылығы құрылыс саласының дамуына тікелей байланысты. Қазақстанның азаматтары мен азаматшалары, сіздерді бүгінгі мынау келіп жатқан құрылысшылар күнімен шын жүректен құттықтай отырып, денсаулық, ашық аспан, мол бақыт тілейміз. Және де мынау төс белгі алып жатқан, мынау құттықтау алып жатқан барша құрылыста жүрген азаматтар мен азаматшаларды құттықтаймын. Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті қызметкерлері кәсіби мерекелері қарсаңында өз өнерлерін ортаға салып, сахнаның сәнін келтірді. Барлық құрылысшылар қауымын төл мерекелерімен құттықтаймыз.